Ассаламу алейкум қазақ көрермендері. Toyota центрдің жүрілген көліктеріне келдік бағаларын білуге. Көптеген көліктер келген, жаңа пололар келген, жаңа Toyotалар келген, жаңа шанақтағы джиптер келген, бір сөзбен айтқанда Land Cruiser'лер. Және жүрілген көліктердің бағасын біліп шығамыз. Қандай болып жатыр? Соңғы кезде түсіп жатыр дейді бағалары. Қазір бірге көреміз. Hyundai Tucson 2021 2 литр дейді. Бағасы 13 миллион 500. Яғни мынау жаңа 300 шақырым ғана жүрген екен. 21-дің Tucson осындай ма не? Түрінен бір ондай өзгерістер байқала бермейді сияқты. 2016 жылғы 55 шақырым жүрген екен. 13 миллион 500 мың теңге дейді. Бензин, Tucsonда бензин. Алдымызда келе жатқан 8 наурыз әйелдер мерекесіне қандай сыйларыңызды білмей жүрсіз бе? Алаш ювелирс дүкені ұсынған әшекей бұйымдарды алуға кеңес беремін. Жанан ашыма керемет білезік, жанан ашым жазуымен және қарлығаштай қарындасыма қос қарлығаш сырғасымен және жан-жарыма қазақи нақыштағы алқа. Бұның барлығын Қазақстан бойынша жеткізу бар. Және өзіңіз таңдай алмайтын болсаңыз, подарочный сертификат та бар мұнда. Қазақстанның атынан келетін болсаңыз, Дүйсеннің атынан келетін болсаңыз, скидка бар мұнда мақта достар. Келіңіз, сіздерді күтеміз. Lexus NX 300 2018 жылғы 2 литр автомат 24 мың шақырым жүрген 15 миллион 900 дейді бағасы. Комментарияда қалдырған екен да, көптеген комментария. Арзан көліктерді түсіре бересің, арзанды көрсете бересің дейді. Міне қымбат көліктер достар. Қымбат көліктерді бір көрсет шақтауды дегендерге. Қымбат болғанда енді 13, 14, 15 миллион қымбат енді. Ондай бір аржақ емес қой, 50-60 миллион машинасы емес. Kia Sorento 2014 2.4 газ бензин автомат 7 миллион 915 мың теңге дейді. Кузовтар да бар, мен көріп тұрмын ғой енді. Жасалған жерлері бар, ана-мына. Subaru XV 2014 2 литр қозғалтқыш автомат 102 мың шақырым жүрген екен. 6 миллион 410 мың теңге дейді бағасы. Шкиветтер уже сыр бере бастаған, сырлар кетіп, ұшып, арт жағынан біреу сүйіп алған. Енді бұлай жақсы, енді бар да жоқ емес, мен соны айтып тұрғам ғой. Kia Sportage 2014 газ бензин автомат 108 мың шақырым жүрген 7 миллион 500 бағасы. 2 литр. Енді бұлардың көбісі 2 литр болып келеді. Бұл жақта да Kia Sorento, алды не болып кеткен осыны, сыр ұшып кетті. Газ бензин 203 мың шақырым жүрген 7 миллион 100 дейді бағасы. 2012 жылғы. Енді Sorentолар класс биіктеу болады, әрине, спорттезге қарағанда. Hyundai Santa Fe 2014 2.4 газ бензин автомат 147 мың шақырым жүрген 7 миллион 900 дейді бағасы. Жалпы маған осы Hyundai'лардың ішінде Santa Fe ұнайды, қалғандарын жаман емес енді. Мынау енді ірі, кішкене габаритный болғасын шығар. Hyundai'ның маған объемдары ұнамайды. Мен осыларға жоқ дегенде 3,5 салып жібергенде тәш болатын еді дейді. 2014 бұда газ бензин 118 мың шақырым жүрген, бұның бағасы 8 миллион 200 екен. Бензин, анау да бензин достар. Алдымызда Lada Vesta. Орыстың көлігі жүр ғой мына жақта. Toyotаның арасында не бітіріп жүр дейсің, адасып жүр дейсің. Газ бензин 43 мың шақырым жүрген 5 миллион 800 екен. Lada Vesta Cross мынау 2018. Бірақ енді механиканың да өз фандары бар ғой, Кімдер автомат, кімдер механика жақсы көреді, комментария қалдырыңдаршы достар, білейік. Алдымызда Toyota Corolla дейді.
5 миллион 220 мың теңге серебристый 257 мың шақырым жүрген екен. 2011 1.6 бензин механика. Ё-май, біраз жәбір көрген енді, мынау көрмеді деп айтып болмайды. Мына жағында бар, мына жағында бар. Бағасына да сай тұр ғой өзі. 2019 жылғы 1.6 газ бензин автомат 43 мың шақырым жүрген. Ровно 10 миллион теңге дейді. 8 миллион 800 екен бағасы. 2013 газ бензин автомат серебристый. Ал мына жақта 55 тұр. 9 миллион 990 мың теңге дейді. Бағанда қойған екен. 111 мың шақырым жүрген газ бензин 55-тік автомат. 111 мың шақырым жүрген. 10 миллион 634 мың теңге ма? Toyota 70 10 миллион 2018 газ бензин. Жоқ, мына бензин екен тек. 48 мың шақырым жүрген. Енді осылар ма достар? Кезінде 11 миллион 11,5 миллион тұрды, енді қазір 10 миллион 600-ге түскен де. Toyotалардың бағасы осындай болып жатыр. Мен саған түсті деп айттым, бір хабарда келіп жатыр да. Toyota центрде кішкене бағалар түскен сияқты деп, соған келіп көріп жатқанымыз. Енді ар жағында жаңа көліктерді көрейік те келген. Алдарыңызда Toyota Land Cruiser. Бұлар енді Арабтың құмдарында көп көрген шығарсыңдар да, мынандай. Land Cruiser'лер Toyota. Объемдар 4-тік бензин екеуде. Мынау енді Африкада көп көрген шығарсыңдар. Білесіңдер ғой да, видео түсіріп жүреді ғой, қапталдан шығарып, ішіне адамдар толтырып алып. 2020 жылғы объем 4 бензин. Бағасы 25 миллион. Мынау да 25, анау да 25 миллион теңге бағасы. Mitsubishi Pajero 16 миллион 900 мың теңге дейді. 2018. Мына жақта да дәл сондай бағасы. Барлығы да 2018. 3 литр бензин. Үшеуінде бағасы бірде 16 миллион 900 дейді. Жылдары да бірде 2018, объемдары 3-түк. 6 миллион 610 мың теңге. 2020 жылғы Polo новый, әлі пробег жоқ, механика, түсі ақ түсті. Енді осыдан қарап біле берсеңіздер болады. Volkswagen Polo мұн жақта да 10 миллион 410 мың теңге дейді. Автомат 2012 жылғы Toyota Fortuner газ бензин. Toyota Fortuner 258 мың шақырым жүрген екен. Land Cruiser Prado 150 2020 газ бензин автомат 13 мың шақырым жүрген. 24 миллион теңге бағасы. Мынау да 13 миллион 620 мың теңге. Land Cruiser Prado 150 2013 13 миллион 600 дейді. 13 жылғы. 2.7 объемы. Әрине 2.7. Бұл жақтағы 67-ші орында тұрған новый дейді. 24 миллион 500 мың теңге. Land Cruiser Prado 150 екеуде 67-69 екеуде бағасы бірде 24 миллион 500 мың теңге. 2.7 көлемдері. Салонда бағалар осындай отыр. Біреу қымбат болса, біреу арзан деген сияқты. Өздеріңіз бағаны бересіз, достар. Аман болайық, лайкты ұмытпаңыздар.